Сәлем достар, бүгінгі видеомда свечиға қатысты барлық заттармен сіздерді таныстыратын боламын. Бұл видео менің тегін тұрған мастер-класстарымды сатып жүрген жандарға бонус болып кетуі де мүмкін. Бірақ ол жандарға айтарым, біреудің ақысына кірмеңіздер, мен сіздерге тегін тұрған видеомды сатуға рұқсат берген емеспін. Басқа жандармен тегін бөліссеңіздер қуанамын әрине. Менің Instagram аккаунтым жоғарыда жазып кеткендей Аялка Нижний Провел Декор. Сонда тіркеліп, алдағы қандай видеолар шығады, менің қандай видеоларым бар, барлығын сол жерден көре аласыздар, дайректке жазып, кез келген сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Ең бірінші свечидің қандай түрлері болады, соларға тоқтала кетейін. Ең бірінші насыпной воскпен жасалатын свечи. Мына жерде көргеніңіздей, тек қана бұл жерде воск, жаңағы біздің ыдысымыз и фитиліміз қажет. Ішіне фитилді қойып, насыпной воскымызды салып, тек жаға береміз. Ешқандай оны ерітудің қажеті жоқ. Одан кейін бұл свечной гель деп аталады. Осы атауларын айта берейін сіздерге. Бұл жерде біз ертеміз, ол бізде прозрачный болады. Қазіргі таңда ол хит болып жүр. Ол жерде сухоцветыларды, ракушкаларды астына салып әдемілеп, солай жасалатын свечи. Одан кейін вощенадан жасалатын свечи. Ол жерде бірнеше түстері болады. Вощенаның ішіне фитилімізді орап, содан кейін бірнеше күнге қойып, содан кейін оны да жаға беретін боламыз. Бұл үшеуіне мен бүгінгі видеомда тоқталмаймын. Бүгінгі видеомда мен контейнерный свечи мен формовый свечиге тоқталатын боламын. Міне алдарыңызда формовый восктан жасалған свечи және контейнерный восктан жасалған свечи. Бұл жерде формаға өйстіп свечимізді құямыз. Мына жерде мимимишки мен баблдың мини түрі. Екінші бұл бізде контейнерный свечи. Контейнерный свечи осындай кашпода, ол міндетті түрде осындай ыдыстың ішінде, банкаде, стаканда болуы міндетті. Оларды формаға қолдана алмаймыз. Формовый свечиді аты айтып тұрғандай, формовый восктан жасаймыз. Менде бұл жерде соевый воск, атын көріп отырсыздар, міне Британиянікі. Осы воск маған ұнады, бұл бізде гранула түрінде жүреді. Бұл жерде менде 1 килограммын алған болатынмын. Магазині де осы жерде көрініп тұр. Айтпай қояйын, төменде сіздерге магазиндерін қалдыруға тырысамын енді. Бұл Британияның воскі. Сіздерге китайский воскты алуға кеңес бермеймін, өзім қолданып көрмегендіктен. Мен осы британиялық және российский воскты қолданып жүрмін. Екінші бұл менде пальмоядровый воск. Бұл да бізде формовый воск. Атын осы жерден көріп алсаңыздар болады. Бұл бізде производство Россия. Бұл жерде де бізде 1 килограмм. Бұл ішінде осындай болады. Қатты түрде келеді. Жайлап босатып алып, сосын ерітетін боламыз. Формада жақсы ұстайды формасын. Новичоктар үшін бұл воск өте жақсы. Мен қолданып отырған восктардың барлығы да жаңадан үйреніп жатқандар үшін өте жақсы восктар. Өзім қолданып көргендіктен айта аламын. Жақын арада сіздерге осы мимимишки свечиімді осы 2 воскпен жасалу жолын үйрететін боламын. Ол жерде қанша грамм воск өлшейміз, формаға қалай өлшейміз, соның барлығын сол видеода сіздерге көрсетемін. Бұйыртса күтіңіздер. Келесі бұл бізде контейнерный свечиге арналған восктар. Менде бұл жерде соевый воск, бірақ уже қарасаңыздар гранула түрінде емес, осындай контейнерный воск деп аталады. Бұл восктың бір жақсысы аромасашиге де қолдануға болады. Аромасашиге көбіне негізі формовый воскты қолданамыз. Бұл жерде осы воскты қолдануға рұқсат береді. Бұл жерде 1 килограмм тұрады. Ішінде мен осындай ыдысқа қойып қойғанмын, енді азайып қалғандықтан. Мен свечиді заказға жасамайтындықтан өзіме сіздерге үйрету үшін немесе өзім үйге қолдану үшін ғана қызық үшін өзімнің жаңағы эксперимент үшін аламын. Екінші воск, ең алғашқы мен свечиді бастаған кезде алған воскым өте жақсы воск, кокосовый воск деп аталады. Атын осы жерден көріп алсаңыздар болады. Бұл бізде производство Россия, өте жақсы воск, беткі жағы теп-тегіс болып қатады. Жаңадан үйреніп жатқандар үшін өте керемет воск. Міне осы менде бұрын жасап қойған свечи әлі күнге шейін беті теп-тегіс болып осылай тұр. Соевый воскта кішкене беті қисық қатады. Сол үшін сіздер көңілдеріңізді түсіріп қалмаңыздар. Ол кезде біз үстінен фенмен ертіп жібереміз, сосын қайтадан кепкен кезде ол уже тегіс қатып қалады. Контейнердағы свечиларымызда негізі бетін жауып жүргеніміз жақсы. Көбіне банкілердің крышкалары болады, ал стакандарда деревянный крышка сатылады. Сонымен бірге алсаңыздар беті таза және беті қатып қалмайды. Сондықтан міндетті түрде крышкамен алғандарыңыз жақсы. Келесі бұл бізде воскымызды еріту үшін арналған заттарымыз. Ең алдымен міндетті түрде біз қолымызға перчатка киіп аламыз. Өздеріңіздің размерлеріңізге қарай осылай пачкасымен алып алғандарыңыз жақсы. Менде SK размер. Одан кейін гипс сияқты біз воскты да қанша грамм салатынымызды өлшеп формулаға саламыз. Сол үшін бізге міндетті түрде осы калькулятор қажет болады. Одан кейін біз формамызды өлшеп, оның ішіне қанша грамм воск кететінін осы весімізді
өлшейтін боламыз, оны келесі сабағымда көрсетемін. Енді еріту үшін бізге осындай плитка қажет. Негізі өзінің осындай плиткасы сатылады. Мен бұрын үйімде осындай плиткам болғасын, мен оны алған жоқпын. Осымен қолданып келемін әлі күнге шейін. Сіздерге осындай плитка алып алсаңыздар болады, немесе сол плитканы алуға кеңес беремін. Одан кейін біз водяной баняда ерітетін боламыз. Воскымызды сол үшін осындай ыдысымыз қажет. Бұл жерде нержавейка ыдыс болғаны жақсы, суға таттанып кетпейтін. Және осындай үстінде воск ерітетін ыдысымыз. Атын сіздерге басқа видеоларымда айтып жүрмін ғой. Осыған ерітетін боламыз. Одан кейін біз воскымыздың температурасын міндетті түрде қарап тұруымыз керек. Әрбір восктың сыртында қанша градусқа дейін еріту керек, қанша градуста аромат құю керек, қанша градуста формаға құю керектігі барлығы жазылған. Сол жерден көріп аласыздар. Бұл жерде тек бақылап тұрасыздар осы құралымызбен. Одан кейін ол бізде воскымыздың көбіне деревянный фитильдерді осы құралмен құятын боламыз. Дәл қазір аттарын ұмытып қалып тұрмын, бірақ алғашқы видеоларымда сіздерге аттарын айтқан едім. Осының қасында осындай қоңырауша болады. Онымен сіздер свечиді өшіретін боласыздар. Свечиді негізі үріп өшіруге болмайды. Фитилімізді үй жағдайында косачкамен де қисаңыздар болады. Одан кейін маған көбіне сұрақ келеді, воскоплавпен воскымызды ерітуге бола ма деп. Әрине, иә, болады. Келесі енді біз формаларға, контейнерларға тоқталатын боламыз. Формалы воскқа міне осы мини баблдың формасына құямын. Бұл бізде китайский форма. Одан кейін жақсы заказбен жасалатын осындай жақсы силиконнан жасалған формаларды сатылады. Қазір магазиндерін сіздерге беруге тырысамын енді. Одан кейін осындай тағы силиконовый форма, бірақ бұл жерде силикон өте жұмсақ. Форманы кері қарай айналдыруға өте жеңіл форма. Бұл жерде баблдың үлкені де менде китайский. Одан кейін контейнерный свечеге осындай ең бірінші біз гипсімізді құйып алып, ішіне свечи құямыз. Одан кейін осындай стаканымыз. Стаканның бетіне қақпақпен алғандарыңыз жақсы. Және осындай гипстен жасалған шкатулкамыздың ішіне де біз свечимізді құя аламыз. Міндетті түрде бірінші лакпен лактеп аламыз формамызды. Сіздерге осы жерде айтып кететін бір нәрсе, бұл бізде аромасашиге арналған форма. Аромасашиге арналған формалардың түрлері көп. Менде осындай форма. Бұны шкафтың ішіне алып қоюға, машинаға алып қоюға, негізі ыстық жерде көп тұрмағаны жақсы. Киімдерге аромат беру үшін қолданамыз. Бұның менде видеосы бар. Осылай жасаған едім. Сіздерге фотосын қалдырып кетейін. Сол жерден үйреніп алсаңыздар болады бұның қалай жасалу жолын. Одан кейін үстіңгі бөлігіне осындай люверсиді қолданамыз. Сәндік үшін жоғарғы жағына лента тағатын боламыз. Осылай үш қана детальмен, яғни сосын формалы воск қолданамыз бұл жерде. Жаңағы британский контейнерный воскты да осыған қолдануға болады дейді негізі. Ал енді біз свечеміздің ең маңызды тұсына келдік. Бұл бізде фитильдер. Фитильдің дұрыс болуы свечеңіздің жақсы жануына үлкен көмегін тигізеді. Бізде фитильдердің хлопковый фитиль, деревянный фитиль және формалыға арналған фитильдер болып бөлінеді. Жеке-жеке барлығына тоқталып кетейін. Ең бірінші бұл бізде хлопковый фитиль. Бұл жерде бір фитиль, сыртында өзінің вощинасы бар, яғни воскі бар, астында осындай держателі бар. Держателі бірге осылай тағылып тұрады. Бұны қиып тастап, осындай бөлек держатель сатып алып, соған қалған фитилімізді тағып, тағы да свечеге қолдана берсек болады. Егер свечеңіздің размері әрине кішкентай болса, бұл жерде бізде ұзындық 15 сантиметр, көбінде 15 сантиметр болып келеді, 15-13 сондай болып келеді. Бұл фитильді мен қайда қолдандым? Міне осындай кашпоға, объемы кішкентай кашпоға осы фитильді қолданған болатынмын. Бұл барлық бөлігін жақсы ерітеді. Осы объемға жақсы келеді. Бұны осындай үлкен көлемде алдым, арзан тұрады. Бұны мен Валберстен тапқан болатынмын. Ал екінші бұл бізде осындай үлкен стакан 200 миллиграмм. Оған уже осындай қалың фитильді қолданатын боламыз. Бұл жерде бізде өрілген фитиль, қарап отырсаңыздар. Бумажный нитпен өрілген, сыртында бұнда воскі бар, астындағы держателінің көлемі өте үлкен болады. Қарап отырсаңыздар, астыңғы размері үлкен. Бұл осындай стакандарға арналған фитиліміз. Бұл әрине бағасы жағынан кішкене қымбатырақ болады. Енді астыңғы бөлігіне бізде осындай наклейкалар сатылады, двухсторонный наклейкалар. Бір жағына жаңағы фитилімізді жабыстырамыз, ал екінші жағын біз стаканымызға, яғни контейнерімізге жабыстырамыз. Бұл біздің фитиліміз свечи құйған кезде орнынан жылжып кетпей дәл ортасында тұруы үшін қажет. Бұны міндетті түрде алуымыз керек. Немесе двухсторонный скотчты қолдансаңыздар болады. Келесі бұл бізде деревянный фитильдер. Деревянный фитиль жанғанда өте әдемі дауыс беріп жанады. Сонысымен өте ерекше. Бұның дөңгелек түрі және осындай плоский түрі сатылады. Бұнда мына жерде мен екі түрін көрсетіп отырмын. Бұнда ствойной фитиль деп аталады. Бұнда екі фитиль бір-бірімен жабысқан.
осындай жаңағыдай стакандарға осы екеулікті қолданған жақсы. Ал кашпо сияқты кішкентай объемға біреулікті қолдануға болады. Екеу қолданбасаңыздар свечеңіз жанбай өшіп қалатын болады. Егер сіздерде осындай екеулік болмайтын болса, біреулік осындай фитильді алып, оның екеуін бір-біріне қосып держательге ұстатып қойсаңыздар, соны қолданып алсаңыздар болады. Ортасына негізі клей жағуға болады дейді, бірақ мен өзім клей жағып көрген емеспін. Және мына жерде көріп отырғандарыңыздай осындай набормен де сатылады. Өзінің ішінде держателі бірге келетін түрлері де бар. Немесе держателін бөлек алсаңыздар болады. Бұл жерде держателі уже басқа болады. Менде бұл жерде екі түрі бар. Осындай асты дөңгелек түрі және астыңғы жағы төртбұрышты түрі. Екеуі де фитилі өте жақсы ұстайды. Ең бірінші фитилі орнатып алатын боласыздар. Фитиліңізде жоғарғы жағында жазуы бар фитильдерде болады. Оларды ең бірінші төменгі жағынан қиып алатын боламыз. Қай жерге шейін воск болғанын қалайсыздар, соны өлшеп бірден қиып аламыз. Ал егер менікіндей осындай 15 сантиметрлік фитильдер болса, онда бірінші воскымызды қиып алып, содан кейін соңында триммермен қиып тастасаңыздар болады. Енді бізде осындай зат бар. Бұл заттың атын білмеймін, бірақ бұл зат бізге ароматтарды қосуға өте көмегін жақсы тигізеді. Егер ароматты кішкентай объемда емес, үлкен объемда алсаңыздар, ол кезде сіздерде құюға ыңғайлы болмайды. Сонда осының ішіне сорып алып, жаңағы воскымыздың ішіне құйып жіберетін боламыз. Ал бұл бізде фитили в катушке деп аталады. Орысша солай істесеңіздер таба аласыздар. Бұны біз көбіне формовый свечиларға қолданамыз. Формовый свечиде форма өзінің қалпын ұстап тұрғандықтан солай бірге ерейтін болады. Бұның да өте қалың түрі, осындай өрілген түрі және оралған түрлері бар. Бірнеше ниткаларына байланысты бұл формаларға таңдайсыздар. Менде мына жердегі форма осындай кішкентай неме мешкеге арналған, ал міне пакеттегін көрсетіп жатырмын. Бұл жерде уже қалың түрі. Осыны үлкен бабылға, мына көрсетілген бабылға қолданатын боламыз. Егер үлкен түрін қолданбайтын болсаңыздар, жаңағыдай свечеңіз өшіп қалады, еріте алмай воскты. Сондықтан ең бірінші осындай фитильдерді алғаннан кейін өздеріміз эксперимент жасап көреміз. Қайсысы жақсы келеді, қайсысы қандай уақытта ерейді, соған мұқият боламыз. Одан кейін фитильдеріміздің жоғарғы бөлігін осындай ұстайтын держательдері болады. Мына жерде менде осындай хлопковый фитильге арналған держательдер, деревянный фитильге арналған да держательдер бар. Сіздерге бұл жерге фотосын қалдыра кетейін. Енді бұл жерде өте жақсы көмегін тигізеді, өйткені бұлар жан-жаққа қисайып, воскымыз қатып қалған кезде дәл ортасында емес, жанына қатып қалуы мүмкін. Сондықтан осылай басында ұстатып қоясыздар. Воскымыз кішкене өзінің қалпын ұстаған кезде алып тастаймыз да басындағы қалған фитилімізді қиып тастаймыз. Ал бұл жерде келесі мика. Мика бұл бізде шиммер, свечеге, бомбочкаға, сольға қосуға болады. Бұны осындай әртүрлі түсті болады. Бұл жерде менде көк түс, осындай блеск секілді болады. Сіздер воскқа қосқан кезде ол деген әдемі болып жылтырайды. Бұны қосқан кезде көбіне свечи негізі көбіне өшіріп тастайды дейді. Сондықтан бұл любительдерге арналған свечи деп ойлаймын. Осы түспен мен свечи жасап видео түсіргенмін. Сол жерден сіздер қарай аласыздар. Свечиіңіз кепкен кезде осы шиммердің түсімен бірдей болып тұрады. Ал свечиді жаққан кезде уже воскымыз ериді, сол кезде уже жылтырлап бастайды. Бірден жылтырды көрем деп ойламаңыздар, өйткені ол воск еріген кезде жылтырлайды. Одан кейін бұл жерде бізде красительдер. Красительдің екі түрі болады: жидкий краситель және сухой красительдер. Менде бұл жерде жидкий краситель жоқ, менде бұл жерде құрғақ краситель. Маған осы краситель өте ұнайды, экономный. Кішкене салсаңыз, осы свечеңізді жақсы түске бояйды. Ал қатты қою салсаңыз, қою түсте, аз салсаңыз ашық түсте шығара аласыздар. Келесі бізде свечемізге қосатын ароматтарымыз. Ароматтар менде Candle Size-тан өте жақсы ароматтар, иісті жақсы сақтайды. Бұл сыршаның ароматы. Украинанікі болады. Жаңа менде красительдер Украинанікі. Енді бұл жерде арома масыл мен отдушканың айырмашылығын айтайын. Арома масылда бізде бірнеше иіс қосылады. Мысалға банан, кокос, орхидея сияқты бірнеше гүлдердің қосындысынан жасалған ароматты біз арома масыл деп айтамыз. Ал отдушка деген тек қана апельсиннің иісі, тек қана клубниканың иісі, тек қана қарбыздың иісі сияқты солай бөлінеді. Сондықтан отдушка мен арома масылыны шатастырып алмаңыздар. Свечеміздің беткі бөлігі кеуіп келе жатқан кезде біз оларды сәндейтін боламыз. Сәндеу үшін бізге міндетті түрде сухоцветлар қажет. Менде бұл жерде розаның сухоцветі, басқалары білініп қалғасын лақтырып тастаған едім.
біздерде сухоцветті негізі сәндік үшін қолданады. Біз отты жағар кезде негізі оны алып тастаған жақсы. Отыңызға қатты жақын болса, ол міндетті түрде жануы мүмкін. Сондықтан сақтық шарасын қолдануымыз керек. Бұл сухоцветлардың көмегімен свечидің тағы бір түрі осындай ботанический свечи жасай аламыз. Оны алдағы уақытта толыққанды түсіндіріп, сол свечиді жасап үйретуге сіздерге тырысамын. Одан кейін бұл жерде ракушкаларымыз. Ракушкаларды қайда қолданамыз? Ракушкаларды біздер морской соль ароматтарын қосқан кезде, немесе көк түсті свечилар жасаған кезде осы ракушкаларымызды қолданамыз. Гелевый свечиді да қолдансаңыздар болады. Одан кейін бізде бұл әріптер не үшін керек десеңіздер, бізде свечи послание деген бар. Свечи послание деген мысалға свечиіңіздің бір бөлігін құйып қоясыздар, сосын осы әріппен бір жазуды жазып аласыздар. Адамның атын жазасыздар ма, одан кейін тағы үстіне свечи құямыз. Ең бірінші свечеміз жанған кезде жаңағы свечеміз еріп, осы жазулар шығатын болады. Сонда ол адамға приятно болады. Сондай мақсатта бұл жерде қолданамыз. Ал бүгін сіздерге арналған свечи туралы мастер-классым ұнады ма? Қандай ақпараттар алдыңыз? Жаңа ақпарат ала алдыңыз ба? Сізге пайдалы болды ба? Тағы да қандай ақпараттар қалып қойды, сол жайлы комментарийда жаза кетіңіздер. Тағы да қандай нәрселерді салайын, қандай сұрақтарыңыз бар, сонымен бөлісе кетіңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және лайк басып кетіңіздер. Келесі видеомда көріскенше, келесіде тағы сіздерге свечи туралы бірнеше ақпараттарды салуға тырысамын. Сіздермен мен аяулым Марыз қызы. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын.